Ағымдағы жыл тіркесі орыс тіліндегі текущий год сөзінің калькасы екенін сіз білдіңіз бе? Бұл мәселені тереңірек түсіну үшін сөзбе-сөз аударманың қалай пайда болғанын және оның табиғи қазақ тілі нормаларымен сәйкеспейтінін талдап көрелік. Орыс тіліндегі текущий сөзі ағымда тұрған, ағымдағы деген мағынаны білдіреді. Ол течь, ағу, өту етістігінен туындаған. Яғни бұл сөз белгілі бір мезгілде болып жатқан немесе өтпелі процесті көрсетеді. Қазақ тілінде ағымдағы сөзі осы текущий сөзінің тікелей аудармасы ретінде қолданылған. Бірақ бұл жасанды сөз тілімізде мағына жағынан толыққанды орнықпаған. Себебі қазақ тілінде дәл осы функцияны табиғи түрде атқаратын биыл, осы, қазіргі сияқты сөздер бар. Тіпті биылғы жылы деп те қолданатындар бар. Бірақ бұл жайында айдарымыздың келесі санында айтамыз.